Қазақстан Халқы Ассамблеясының бастамасымен бейбітшілік пен келісім шеруі Сыр өңіріне келді. Шілденің 15 жұлдызында Еуропа-Азия халықаралық марштың қатысушыларын қызылордалықтар зор қошеметпен қарсы алды. Татулықты ту еткен шеру қаламыздың көрікті жерлерімен өтіп, достық үйіне келді. Мәртебелі қонақтарды Сыр әжелері ансамблі әндетіп, шашу шашып күтіп алды. Содан соң достық үйінің мәжіліс залында Еуропа-Азия халықаралық бейбітшілік және келісім маршының делегаттары жергілікті бақ өкілдерімен баспасөз конференциясын өткізді. Біздің мақсатымыз бүкіл халықты, бүкіл мемлекеттің адамдарын, бүкіл дүние жүзіндегі мемлекеттің адамдарын бірлікте, ынтымаққа шақыру, бейбітшілікке шақыру, бір үйдің баласындай өмір сүрсе екен дейміз. Және де ұлтқа, дінге бөлінбей, осындай бірлікте заманда өмірде сүрсе екен дейміз. Алдағы жоспарымыз біз қазір 1 шілдеден Нұр-Сұлтан қаласынан Астанамыз маршты бастадық. Сіздер Қызылорда 8-ші қала, және де ары қарай 3 мемлекет: Қазақстан, Қырғызстан және де Ресей мемлекеті. Бірлік пен келісім және өзара қолдау қағидаттарына негізделген бұл шерудің рөлі ерекше. Халықаралық бейбітшілік және келісім шеруінің атқарушы директоры Руслан Абдуллиннің айтуынша, қоғамдағы бірлік пен ынтымақты сақтауда бұндай шерудің тигізер пайдасы зор. Сегодня это уже 8-й город. Бұл шеру 1 шілде күні бастау алған болатын. Бүгін міне біз 8-ші қалаға келдік. Әр қалаға барған сайын этномәдени бірлестік өкілдерінің атсалысуымен дөңгелек үстел, баспасөз конференциясын және концерттерге қатысып жатырмыз. Біздің басты мақсатымыз ұлттар арасында, қоғам мен билік арасында татулықтың алтын көпірі болу. Татулық пен бірлікті дәріптеген салтанатты жиында қоғамдық даму басқармасының қоғамдық келісім мекемесінің директоры Бақытжан Камалов сөз бастап, сәттілік тілеп, қолдайтындығын жеткізді. Өңірдегі этномәдени бірлестік өкілдері концерт қойып, патриоттық ұлттық әндер шырқады. Бұл марш бастауы республика көлемінде жүріп жатыр. Жалпы марштың бағыты 3 мемлекеттің 16 қаласын арламақ болады. Енді қасиетті Сыр өңіріне келгеннен кейін бұл біздің жергілікті атқарушы билік тарапынан, облыс әкімдік тарапынан қолдау көрсетіліп, бұл кісілердің жергілікті жердің халқымыздың салт-дәстүрі, осы өңірде өмір сүріп жатқан 35-тен астам этнос өкілдерінің ынтымақ пен келісімде өмір сүріп келе жатқандығын, бірегейлігімізді көрсету мақсатында бүгін ассамблеяның, яғни қоғамдық келісім үйінде мерекелік шара өткізіп жатырмыз. Шеруге қатысушылар қолдау көрсеткен қызылордалықтарға алғысын жеткізіп, Қармақшы ауданына жолға тартты. Айта кету керек, халықаралық шерудің 1 кезеңі 4 тамызға дейін жалғасады. Ал 2 кезеңі Еуропа-Азия елдерінің 18 мемлекетін қамтитын болады. Шапағат Торғай, Берік Байымбетов, Нұрымжан Тұрашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.